Фестиваль наш проходит на довольно-таки высоком уровне. Состоит он из 5 этапов. Первый этап – это анализ урока ментора с менти с последующей корректировкой. Далее проведение данного урока. Затем анализ уже проведенного урока. Четвертый этап – заседание ментора с экспертом для улучшения взаимодействия ментора с менти. И завершится наш фестиваль лайфхаком, методическим лайфхаком, где молодые учителя поделятся своим удачным приемом обучения. Скажу, что молодые учителя наши довольно-таки с хорошей выдержкой проходят все этапы данного фестиваля, проявляют очень высокую активность. Настоящий учитель должен быть хорошо знающим свой предмет, понимающим своего ученика, добрым. В то же время он должен быть честным, справедливым, ответственным и доверять своему ученику и окрылять его. Жалпы жас педагог үшін бейімделу кезеңі өте маңызды. Бұл ұйымдастырылып жатқан шарам өзіме көптеген көмегін тигізді. Соның ішінде айтқым келеді менторыма. Менторым маған осы мектепке келгелі мектептің ішкі жалпы ережелерімен және оқу процесін ұйымдастыруда көп көмегін тигізген болатын. Енді осы менторымның арқасында бойыма деген сенімділік және алға ұмтылушылық пайда болды. Тәлімгеріме көп рахмет айтқым келеді. Биыл мұғалімдер күніне орай мектебімізде ұйымдастырылған жас мұғалімдер мектебі ерекше деп ойлаймын. Өйткені осыған дейін егер жас мұғалімдер мектебінде ментор мен менти жұмыс жасап келген болса, енді биыл сол әріптестердің кәсіби дамуына қолдау көрсету мақсатында эксперт мамандар да жұмылдырылды. Аталмыш шараның қаншалықты пайдалы болғанын білу үшін мен осы фестиваль қатысушыларының кейбірімен сұхбаттасып үлгердім. Жалпы жас мамандардың айтуынша, бұл фестиваль олардың аз уақыт ішінде мектеп ұжымымен, өзінің оқушыларын мектеп ұжымымен танысуға, өзінің оқушыларын жақынырақ тануға және сабақты беріп, талдап жүріп, осы мектептің қазанда аз уақытта қайнауына мүмкіндік берген. Ал менторлар болса, өздерінің ментиге көмектесемін деп жүріп, ізденіп, өздерінің жас күндерін естеріне алғандарында жасылмайды. Өз тәжірибелеріне кері байланыс жасап, естеріне түсіріп, соның жақсы болғандығын жеткізді. Тағы бір әріптесім сөзінде өзіне кезінде Эльмира Серикованың мектебінен қалай өткенін күліп есіне алса, бірі сабақ талдап отырған кезде менің де экспертім бар екені мені қатты қуантты деп айтады. Ал жалпы эксперттердің берген сұхбаттарынан менің ұққаным, жалпы әріптестерінің әрекеттерін бақылап, соған сыни дос болуға ұмтылған. Егер әрбір жас мұғалім осы мектебімізге кірпіш болып қаланса, немесе ұстазынан шәкірті озып жатырса, біз оны қолдауға тиіспіз. Бұл да осы фестивальдің ерекшелігі, және фестиваль қатысушыларының пікірінше бұл мектебіміздің дәстүрлі шарасына айналсын деген ұсыныс айтылып жатыр.